Баршаңызға сәлем, сіздерді каналыма көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен өте дәмді және де өте тез дайындалатын фунчоза салатымен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен етімізді аламыз. Менде үндіктің еті, ал сіз қалауларыңыз бойынша сиырдың немесе қойдың етін алуларыңызға болады. Табамызға сұйық май құйып, баяу отта қуырамыз. Мен осындай соевый соус қолданамын. Осыдан үлкен қасықпен, ас қасықпен 1,5 қасық қосамыз. Татымына қарай тұз қосасыз және баяу отта қуырып, бетін жауып қоясыз. Мен фунчозаның осы түрін қолданамын. Бүгін жартысын қолданамыз. Қайнап тұрған отта жартысын салып, баяу отта 10-15 минут қайнатып алатын боламыз. Міндетті түрде шанышқымен араластырып тұрамыз, себебі бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Дайын болған фунчозаны осылай салқын суға бір салып алатын боламыз. Келесі біз осылай сәбізімізді ұзынша етіп теркадан өткізіп аламыз. Сосын осындай чим-чим деген корейская заправка бар для фунчоза деген. Соны алып, азғантай бөлігін сәбізіміздің үстіне саламыз. Сәбізді бұл өте жұмсақ және де дәмді етеді. Алдын ала 5-10 минут бұрын жасап қоямыз. Келесі қызанақ, қияр, болгар бұрышын барлығын ұзынша етіп турап, фунчозамыздың бетіне салатын боламыз. Дайын болған етімізді және де қалған чим-чимді салатымызға саламыз, жақсылап араластырамыз. Міне, бүгінгі біздің өте дәмді салатымыз, яғни фунчоза салаты дайын болды. Видео ұнаса міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қоюларыңызды сұраймын.